перфекционист ауру ұстанымы бар адамдар бүйтеді, мен или идеальный қылып жасаймын, или мүлдем жасамаймын дейді, короче. И ол көп тірлікті бастайды да аяқтамай кетеді. Өйткені ол бұл идеальный болу керек дейді. Перфекционизм ханымдарда көбірек кездесетін сияқты. Мысалы, екі адамға тапсырма берсе, ертеңге дейін 3 слайд жасап кел деп бір ханымға тапсырма берсе, ертеңге дейін 3 слайд жасап кел деп бір еркекке тапсырма берсе, бұл кісі қазір жарты сағатта 3 слайд жасайды. Ақпараттарды копи, паст, копи, ставить, копировать, ставить, ақпарат қой енді. Ақ параққа қара жазумен шығып кетеді, 3 слайд дайындап ұйықтап қалады. Ханым не істейді? Мығылу керек та бұған ше. Идеально, ана бастапқы беті күшті болу керек, презентация бүйтіп кіру керек, толқын, гүлдер, көбелек, ақпарат, деп сол кісі сөйтіп түнгі 1-ге дейін бір-ақ слайд жасайды. Сосын түнгі 3-4-ге дейін слайд жасап барады. Мына кісі ұйықтап жатыр рахаттан. Ақпаратқа қарайды ғой негізі адам. Маңыздысы ақпарат қой. Бабочка емес. Бірақ перфекционизм не істейді? Өте қатты тежейді. Мен бүйтіп апаруыма болмайды дейді. Өте қатты тежейді. Немесе бүйтіп жасап отыр түнгі 2-де 1,5 слайд жасайды да, жасамайын дейді, өшіп тастайды. Сосын ертең сабаққа бармайды, немесе жылап барады. Ағай, осындай болды деп. Кедергі келтіретін перфекционизм. Осындай сіз түсінуіңіз керек. Маған или жасаймын, или жасамаймын деген не болса, тұра тұр, бұл перфекционизм ғой. Бұл маған кедергі келтіріп жатқан ұстаным ғой. Стоп, мен жасай берем. Жасалған нәрсе беспонтовый болса да 1 деген заң, жасалмаған нәрсе идеальный, бірақ 30% болса да ол 0.